Ойбу, қаламым қайда кетті? Әне партаның астына домалап кетіпті. Ұлан, асықпасайшы, қазір мұғалім кіреді. Мынау ғой, рахмет Инжу. Қайырлы күн балалар, орындарына отырыңдар. Бүгінгі сабағымыз ерекше болмақ. Бүгінгі тақырыбымыз хобби. Бұл сендердің бос уақытта сүйіп істейтін істерің. Інжу, хобби деген не? Онымен ойнай ма, әлде оны жей ме? Білмеймін, мұғалім сүйікті істеді ғой. Үйге тапсырма. Әрқайсысың өз хоббилеріңді тауып келіңдер. Бұл сендерге шабыт беру керек. Иә, қызық тапсырма, қайдан бастаймыз? Мен сурет саламын, ал сен? Жарайды, сабақ аяқталды. Інжу, қарашы, бәрінің өз ісі бар сияқты, ал бізде ештеңе жоқ. Мұңайма, Ұлан. Үйге барып бәрін байқап көреміз. Біз де хоббимізді табамыз. Ал, басталды. Хобби іздеу операциясын бастаймыз. Кел, алдымен ең оңайынан бастайық. Сурет салып көрейік. Мен ақ суретшімін. Ой, мұрным көк болып кетті ғой. Ұлан, сурет салу бұл төзімділік. Бірақ мынау шимай шатпақ болып кетті. Қане йогамен айналысып көрейік. Ойбай, менің аяғым түйін болып қалды. Бұл хобби емес, бұл қиын сабақ қой. Иә, спорт бізге әзірше қиындау сияқты. Сенің даусың тым қатты шығып кетті ғой. Ән айту үшін де талант керек екен. Қап, бұл да бізге келмейтін сияқты. Болды, менің ештеңе істегім келмейді. Хобби табу мүмкін емес екен. Мүмкін біз дұрыс іздемей жатырмыз, бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Інжу, қарашы, мына ағаштар босқа жатыр. Олардан бірдеңе жасауға болатын сияқты. Сен үнемі бірдеңе құрастырып жүресің ғой, Ұлан. Байқап көрсеңші. Мынау ұшақтың қанаты сияқты, ал мынау құйрығы болады. Ал мен мына жапырақтардан сурет құрастырып көрейін. Қарашы, қандай әдемі түстер. Мәссаған, мен де. Маған бұл сондай ұнап жатыр, уақыттың қалай өткенін де сезбей қалдым. Инжу, қарашы, менің ұшағым дайын. Ал менің хоббим табиғаттан өнер жасау екен. Біз іздегенімізді таптық. Жарайсыңдар, Ұлан мен Инжу. Хобби дегеніміз өзгелерді қайталау емес. Келесі жолы зымыран жасаймыз ба? Әрине, оған мен ең әдемі түстерді таңдаймын.